сәлеметсіздер ме, менің сүйікті тыңдармандарым. Жанға жылу арнасына қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде өмірден алынған шынайы әңгімелерді оқып беремін. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Камила қалада оқуын енді аяқтап, ауылдағы емханаға мейірбике болып жұмысқа орналасады. Жұмыс барысында ол Айнұр есімді қызбен танысады. Айнұр Камиладан 5 жас үлкен, бірақ олар әпке мен сіңлідей болып кетті. Айнұрдың мейірімі мен қамқорлығы Камиланың жүрегіне жылы тиді. Ол оның әрбір өтінішін орындауға тырысты, көңілін қалдырмауға ерекше мән беретін. Бір күні Айнұр Камиланы үйге қонаққа шақырды. «Бүгін кешке ет асып қоямыз, келші, ауылдың дәмін тат», деп жайдары күлген Айнұрға Камила қуана келісіп дайындалып барды. Алайда сол күннен кейін бәрі өзгерді. Камила үйге кіре бергенде басына ақ орамал салынғанын аңғарды. Түсінбей қалған қызға Айнұрдың шешесі мен ағасы қарасып күлімдеп тұрды. Сөйтсе бұл кәдімгі келін түсіру рәсім екен. Айнұрдың ағасы Камиланы ұнатып ауылға келін қылып алып қалмақшы болған. Ал әлгі ағасы одан 8 жас үлкен болып шықты. Камила түсінбей дал болды. Ішінен «Бұл не? Қалжың ба әлде рас па?» деп мұң құбылды. Бірақ бәрі шындап кеткен еді. Үйге жиналған үлкендер мәз-мейрам «Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын» деп айтып жатыр. Ал Айнұр болса «Ұялма, жақсы адам, Құдай қосқан қосағың» деп сыбырлады. Камила үнсіз ғана отырды. Ішіндегі дауыл мен сырттағы тыныштық мүлде екі түрлі. Егер кетіп қалсам, не болар екен? Жұрт не дейді? Ата-анамның бетіне барлығы басатын шығар. Ұят болады ғой. Осылайша өз еркінен тыс елдің сөзінен қорқып, өзіне де беймәлім өмірге алғаш рет қадам басты. Жаңа отбасы, жаңа үй, жаңа күйеу, ал жүрегі әлі де бұрынғы өмірге байлаулы еді. Күндер өте берді. Камила барынша сабыр сақтап, бәріне төзіммен қарады. Бірақ күйеуі Талғат тым қаталдау еді. Үнсіз, салқын, күні бойы жұмыста. Үйге келсе де жылы сөз айтпайды. Камила барын салып, тамағын істеп, үйін тазалап, күтімімен айналысады. Бірақ Талғатқа бұл жетпейтіндей. Ал Айнұр бұрынғыдай емес. Бұйырып сөйлейтін, ұсақ түйекке бала тиісетін болып алды. «Сен қалада жүріп еркелеп қалғансың, біздің ауылда келін болу оңай емес», деп талай рет бетіне айтты. Камила іштей қиналса да, ата-анасының абыройын ойлап, бәріне төзді. Түнде жастығы су, күндіз күлімдеп жүреді. Кейде медбикелік жұмысын сағынады. Сол кездегі өмірі көз алдында көлбейді. Бір күні күйеуімен ашық сөйлесуге бекінеді. Бірақ Талғат өз ойын ашып айтпайды. Тек «Үндемей үйрен. Менің шешімім сол», деп қысқа қайтарады. Күн өткен сайын Камилаға бәрі қиындай берді. Енесі де келінді жақтыра қоймайды. «Анау қалада өскен қыздар жұмысты қайдан білсін?» деп әр жасаған ісіне мін тауып отыратын. «Ой, тамақты дәмсіз жасайсың, шайың су сияқты, үйді де дұрыс тазаламайсың» деген сөздер Камиланың көңілін күн сайын жаралай берді. Көршілер де тіліне сақ емес. Айнұр бәрін сырттай айтып қойған ба, кейбір әйелдер Камиланы аяп тұрған кейіп танса да, іштері күліп тұрғандай сезілетін. «Ой, қалада жүрген қыз осындай болар. Әп-әдемі қыздың өмірі осы күйіп кеткенін өкінішті екен» деген сөздер жүрегіне тікендей қадала берді. Ал күйеуі Талғат тіпті көңіл бөлмейтін болды. «Сенің жұмысың үй, қалғанын ойлама» дейтін. Қолдауның орнына үнемі талап, реніш, салқындық. Бірақ Камила бәріне төзді. Іштей жыласа да сыртқа сездірмеді. Таңмен таласа тұрып, түннің бір уағына дейін шаршағанын білдірмей, барлығын үлгеруге тырысты. Камила бұл өмірге біржолата көндігуді де емес, өз орнын табуды қалады. Іштей күрес жүріп жатты. Бір күні ол өзімен өзі отырып ойға қалды. «Менің арманым бар еді. Қаладан келгенде ақ халатымды шешпей, науқастарға көмектесіп, елдің алғысын алып жүрер едім.
Енді неге бәрінен бас тартуым керек? Сол күні кешкісін күйеуі тағы да бір себеп тауып ұрсып қалды. Камила үнсіз тыңдап отырды да жай ғана «Бітті, ертең кетем» деді. Таң атқанда ол бір сөмкесін жинап, үн-түнсіз автобусқа отырып қалаға қайта кетті. Бірнеше күн хабарсыз жүрді. Сол арада көршілер де, Айнұр да, енесі де әртүрлі пікір айтып жатты. Бірақ бұл жолы Камила тек өз жүрегінің үнін тыңдады. Қалаға келіп, бұрынғы медбикелік жұмысына қайта орналасты. Жаңа өмір басталды. Ақ халат, аппақ үмітпен бірге келді. Ол өзінің құнын, қадірін қайта тапты. Артынан өз мамандығына, білім мен тәрбиеге құрметтеп қарайтын нағыз жан жолықты. Жылдар өтті. Енесі мен күйеуі оны іздеп өкініш білдірді. Бірақ Камила қайтып бармады. Ол өз өмірін өзі таңдады. Өмірде қиындықтар мен сынақтар болады. Бірақ ең бастысы өз қадіріңді білу және өзіңе адал болу. Қиын кезеңдерде үнсіз қалмай, қорықпай, өз пікіріңді айтуға және дұрыс шешім қабылдауға батыл бол. Қиындықтар адамды мықтырақ етеді, ал сенім мен ішкі күш кез келген мәселені жеңуге көмектеседі. Егер әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен үшін сіздердің әрбір пікіріңіз маңызды. Егер осындай өмірлік әңгімелерді тағы да тыңдағыңыз келсе, төмендегі подписаться батырмасын басып, бізбен бірге болыңыздар.